Базы бір қалалар бар. Оларды көру жетерлік емес, оларды сезіну керек. Стамбул бұл әйтеуір саяхат манзилі емес. Бұл 1000 жылдық тарихпенен жүзбе-жүз келу. Бұл қала сені асықтырмайды, ол сені тоқтатады, һәм ойлануға мәжбүр қылады. Ассаламу алейкум, әзіз достар. Бүгінгі видео апай влог емес, ал Стамбулға бара жақ болған барлық жерлестеріміз үшін жол көрсетуші хақиқи қала гиді болады. Егер сіз Стамбулға бір хәптеге келіп, қай жерлерді көру керек, қандай түсіну керек деп ойлап атырған болсаңыз, бұл видео айнен сіз үшін. Айя София Стамбулдың символы һәм инсаният тарихындағы ең ұлы инженерлік мираслардың бірі. Ол 537 жылда Византия императоры Юстиниан бірінші фәрманы менен құрылған. Сол дәуірде ол дүниядағы ең үлкен ибадатханаға айланған. Айя София 900 жыл шіркеу, 500 жыл мешіт болып қызмет қылған. 1453 жылда Стамбул басып алынғаннан кейін Сұлтан Сулайманның атасы Сұлтан Мехмет оны мешітке айландырады һәм осы харекеті менен имаратты асырап қалады. Айя Софияның үлкен күмбезі өз дәуірі үшін инженерлік ажайбат болған. Ішінде христиан мозаикасы һәм ислами жазулар бір-бірінің қасында жайласқан. Бұл екі цивилизацияның бір маканда жасағанын көрсетеді һәм имарат діни емес, ал улума инсаният мирасы екенін дәлелдейді. Османилер шіркеуді мешітке айландырған уақытында алтын реңлі мозаикаларды бұзып тасламастан тек үстінен сыбау менен жауып кетеді. Осы амеллер арқасында қазіргі күнде Айя Софияға барсаңыз, 5-ші әсірдегі Библиядағы Бибі Мариям һәм Иса Масих мозаикаларын көре аласыз. 21-ші әсір адамлары 5-ші әсірде ешқандай заманауи технология жәрдемсіз осындай үлкен имаратты ең жер сілкіну көп болатұғын жерде құрып, һәм қазіргі күнге шекем сақланып қалғанынан таң қалады. Айя София соншелі дәрежеде үлкен, оның ішіне Париждегі Нотр-Дам соборын толығы менен жайластыру мүмкін. Айя София бүткіл инсаниятқа тиесілі жаһан мирасы һәм ЮНЕСКО тарапынан қорғалатұғын тарихи объект. Сүлеймания мешіті ақыл һәм иман менен мінсіз дәрежеде құрылған. Бұл османилер құрушылығының ең биік ақылы шоққысы һәм ұлы құрушы Мимар Синанның ең жетік үйретушілігінің бірі. Мешіт 16-ші әсірде Сұлтан Сулайманның бұйрығыменен құрылған. Мимар Синан Сүлейманияны құрудан алдын Айя Софияны жыллар давамында үйренген. Ол Айя София күмбезлері неше әсірлер давамында неге құлап түспегенін, қандай етіп ауырлық диуаларға бөлістірілгенлігін, дауыс қандай харекетленетұғынын терең ізетлеп анализ қылған. Синанның мақсеті Айя Софияны тәкрарлау емес, ал одан да мінсіз етіп құру шешімін жарату еді. Сол себеплі Сүлеймания жеңілірек, тұрақлы һәм инженерлік тараптан анық есепланған имарат болып шықты. Сүлейманиядағы айрым колонналар қадімгі Рим һәм Византия дәуірлеріне тиесілі. Мимар Синан оларды атайлап істеткен, себебі бұл таслар әсірлер давамында өзін сынаудан өткерген. Олардың шыдамлы екені ысбатланған. Бұл колонналар қазіргі күнге шекем айлануы һәм бекем тұруы Синанның материалдарды дұрыс таңлағанын көрсетеді. Мимар Синан өз шәкіртлеріне хат қалдырған һәм имаратты қандай етіп ремонт қылуды алдынан ойлаған. Қайсы жерді ашу кереклігі, қайсы элемент бекемлену кереклігі, қандай ұсылда жұмыс алып бару кереклігі анық көрсетіліп қалдырылған. Сүлеймания ішінде арнайы хауа айлану системасы бар. Ысылы һәм парласу табиғи рәвіште шығып кетеді. Күмбез эхоны жоқ ететұғын етіп құрылған. Сол себеплі мешітте имам астен сөйлесе де, әрбір мешінен дауысы анық естіледі. Бұл 16-ші әсір үшін үлкен іліми жетіскенлік есепланады. Сүлеймания мешіті Айя Софиядан үйреніп, оннан да мінсіз дәрежеде құрылған имарат. Бұл жерде әрбір тас ақыл менен, әрбір сызық келешекті ойлап жайластырылған. Бұл видеода көріп тұрған оң жақта жайласқан имарат Сүлеймания, ортада жайласқан Сұлтан Сүлейманның қабірі болып, оның төбесіндегі кішкене қара тас Кабадан алып келінген қара тас болып есепланады. Һәм шеп жақта Хюрем Сұлтанның қабірі жайласқан. Бұл видеода Мехримах Сұлтан, Сұлтан Сүлейман хан һәм Хюрем Сұлтанның қабірлерін көрсеңіз болады. Сұлтан Ахмет майданы Стамбулдың тарихи жүрегі, 2000 жылдық мирас. Айя София һәм көк мешіт аралығында жайласқан. Бұл дәуірдегі мешіт һәм майданларда инновацион су һәм дренаж системасы бар болған. Су Айя Софиядан алып келінген.
Европа һәм Византияның көп бөлігінде бұл дәуірде бұндай канализация жоқ болған. Көк мешіт, Сұлтан Ахмет мешіті деп айтылады. 1609-1616 жылдар аралығында Сұлтан Ахмет бірінші бұйрығымен құрылған. Бұл мешітте түрлі жетекші асман инженерлері, Мимар Синанның мектебінен өткен архитекторлар қатынасқан. Хюррем Сұлтан хамамы. Бұл Айя София һәм Көк мешіт аралығында жайласқан. 1556-1557 жыллары Сұлтан Сулайман һәм Хюррем Сұлтан құрдырған. Хамамды Мимар Синан һәм оның шәкіртлері құрған. Ыссы су һәм парлану системасы сол уақытта заманауи деп есептелген Европада ұшырамайтын дәрежеде істелген. Топкапы сарайы 1459-1465 жылдар аралығында Мехмет II тарапынан құрдырылған. Сарайда арнайы су алып кіру һәм шығару системасы бар. Сарайда әрбір рәсми ханаларға су кіртілген. Сарайды сол дәуірдегі Осман империясының ең жақсы архитектор һәм инженерлері құрған. Топкапы сарайында 1465 жылдан бастап 191 жыл давамында 23 сұлтан жасаған һәм 1856 жылы Дөлмебақчы сарайына көшіп өткен. Дөлмебақчы сарайы 1839-1856 жылдары Сұлтан Абдулмеджид тарапынан құрдырылған. Сарай интерьері һәм архитектурасы Франция сарайларынан илһамланып құрылған, яғни Версальдан. Галатская башня 14 асырде 1348 жылы генуэзліктер тарапынан құрылған. Европа жағалауын һәм Босфор каналын күзету үшін қызмет қылған. Қазір мен Галата башняның қасындамын. Галата башня. Егер Галата башняның төбесіне жақсы көретін адамың менен қол ұстасып бірге мінсең, бір өмір бірге боласаң деген ырымға сенеді екен. Һәм үйлене жақлар осы төменде мереме істейді екен. Жаңа біздердің көзіміздің алдында екі жас жұбай бір-біріне үйленуге разылық берді. Бейлербей конструкциясы. Осман империясы дәуірінде сұлтанаттың Европа һәм Азия жерлерін көру үшін құрылған. Қазіргі күнде панорамный майдан ретінде пайдаланылады. Ортакөй. Бұл Стамбулдың кіші районларының бірі. Ол жер туристер арасында Ортакөй сауда орайы сипатында жақсы танылған. Бұл жерден Босфорға жүдә гозал көрініс ашылады. Ортакөйда Стамбул көше ауқатларын жеп көрсеңіз болады. Стамбулда MasterCard'тан беймәлел метро трамвайларды пайдалансаңыз болады. Егер сіз MasterCard, Visa Platinum, Visa Infinity карта иесі болсаңыз, аэропортларда лаунж зоналарға бейпул кірсеңіз болады. Стамбул бұл Европа һәм Азияда жайласқан қала. Стамбул үлкен стратегик ахметке ие жер болған һәм осы жерден 7 континентті басқарған. Стамбул 2000 жылдан артық тарихқа ие. Айрым имараттар 1600 жылдық. Стамбулды бір хаптеде көрсе болады, бірақ оны түсінуге һәм сезінуге кемлік қылады. Соның үшін Стамбулға бір барған адам және барғысы келеді. Базы адамлар Стамбулға барып келдім, қызық емес дейді. Бірақ мәселе қалада емес, мәселе көзқарасты. Стамбул инсаният тарихынан қалған бейбақа аманат. Стамбул менен қошласып болмайды, ол менен тек қана уақытынша айырылу мүмкін.